Сәлем достар, бүгін сіздермен табиғат ресурстары жайлы әңгімелесетін боламыз. Сенің айналаңда үйде, мектепте адам қолымен жасалған түрлі заттар бар. Олардың кейбіреуі ағаштан, тағы бірі темірден жасалған. Үйлерді кірпіш немесе бетоннан тұрғызады. Адам мұның барлығын қайдан алады? Адам өзіне қажет заттарды табиғаттан алады. Сондықтан оларды табиғат ресурстары деп атайды. Табиғат ресурстарына ауа, су, топырақ, өсімдіктер, жануарлар, күн энергиясы, жылу, жарық, жел энергиясы, пайдалы қазбалар және тағы басқалар жатады. Адам өз қажеттіліктері үшін жердің астынан қазып алынатын табиғат ресурстарын пайдалы қазбалар деп атайды. Кейбір пайдалы қазбалар жердің терең астында орналасқан. Оларды алу үшін терең құдықтар, шахта қазады. Ал жердің бетіне жақын орналасқан пайдалы қазбаларды қазып алу қиындық туғызбайды. Пайдалы қазбалардың шоғыры кен орындары деп аталады. Біздің еліміз бай мемлекет, өйткені оның жер қойнауында көптеген пайдалы қазбалар бар. Қазақстанның картасында пайдалы қазбалардың кен орындары шартты белгілер арқылы көрсетілген. Табиғат ресурстарын табиғаттағы күйіне қарай 3 топқа бөлуге болады. Ол газ түрінде, оларға ауа, табиғи газ жатады. Сұйық түрінде мұнай, су жатады. Қатты түрінде гранит, көмір жатады. Адамдар ерте кезде түрлі табиғат ресурстарын өз қажеттіліктеріне пайдаланды. Шығу тегі бойынша табиғат ресурстары 3 топқа бөлінеді. Биологиялық, оларға өсімдіктер мен жануарлар жатады. Минералды, бұларға пайдалы қазбалар жатады. Энергетикалық, оған күннің, желдің энергиясы жатады. Кейбір табиғат ресурстары ерте ме кеш пе таусылады. Оларды сарқылатын ресурстар деп атайды. Ал басқа бір табиғат ресурстары азаймайды. Оларды сарқылмайтын ресурстар дейді. Сарқылатын табиғат ресурстарының ішінде қайта қалпына келетіндері де бар. Оларды қалпына келетін ресурстар деп атайды. Мұндай ресурстарға өсімдіктер мен жануарлар жатады. Оларды биологиялық ресурстар деп те атайды. Сарқылатын ресурстар ішінде қайта қалпына келетіндер бұл таза ауа, тұщы су, құнарлы топырақ, өсімдіктер, жануарлар әлемі. Сарқылатын ресурстар ішінде қайта қалпына келмейтіндер ол табиғи жанармай, құрамында металы бар пайдалы қазбалар, құрамында металы жоқ пайдалы қазбалар жатады. Ал сарқылмайтын ресурстарға күн энергиясы мен жел энергиясы жатады. Бүгін сіздерге табиғат ресурстары туралы ақпаратты беруге тырыстық. Егер түсінген болсаңыздар, лүпіл қалдырып, пікір жаза отырыңыз.